Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз өткен тақырыптарда арифметикалық прогрессияның және геометриялық прогрессияның n мүшесінің формуласы, n мүшесінің қосындысының формуласына есептер шығардық. Жаңа тақырыптар өттік. Енді бүгін сол тақырыптарға есептер шығару. Бүгінгі аш сабағымызды бастаймыз, балалар. Өткен сабақта біз арифметикалық және геометриялық прогрессиялардың n мүшесінің формуласы, n мүшесінің қосындысының формуласын өттік. Оларға бүгін есептер шығару сабағын өтеміз. Алдымен 4 топқа бөлініп алайық. Келіңдер қарай. Мына жердегі формуланы құрастырасыңдар. Алдарында А4 жатыр, бір-бірден аласыңдар. Бір-бірден алың. Қосындысы сары топқа, геометриялық прогрессияның n мүшесінің формуласы көк топқа, қосындысы жасыл топқа барамыз. Қазір балалар алдарыңызда бір топта 5 оқушы, 5 оқушының ішінен қазір топ басшысын сайлаймын. Қаламсап әдісі арқылы 5 оқушының қаламсабын аламда, бір оқушының қаламсабы сөйтіп сол топ басшысы болады. Сол ана жерде жазып отырады. Каждый сабағымыздың бөлімінде неше ұпай алды жазып отырады. Сондықтан балалар, бүгінгі тақырыбымызды біздер мына есепті шығарғанда, ойлағанда бәрін миға түйеміз ғой, балалар? Солай ма? Бүгін сабағымызды мына мимен байланыстырайын отырмын. Яғни бізде мида, балалар, қараңдар, 5 бөлік болады екен. Бүгінгі тақырыбымыз 5 бөліктен тұрады. Сол 5 бөлікте әртүрлі есептер беріледі. Сол есептерді шығарған кезде ұпай санын тұр. Ана жерге оқушылардың ұпай санын қоясыңдар. Түсінікті ме, балалар? Қазір түсіндіріп өтіп кетемін. Бірінші топ басшысын сайлап алайын. Топ басшысы, жаңа топқа бөлдіңіздер ғой. Топ басшысы әр өзінің тобындағы формуланы қорғап шығады. Қаламсаптан бере ғой. Қаламсаптан бере ғой. Мына оқушы күндік. Назерке болады. Бірінші топта Назерке, екінші топта қаламсаптарыңызды бере отырсыз. Мына күндікі. Топ басшысы Фариза болады. Екінші топтікі. Үшінші топтан Нусаева Назерке. Төртінші топтан Алихан топ басшысы ол. Сіздерге жазып отыр. Топ басшысы аты жөндеріңіз жазасыздар. Бірінші топ. Байнеке Назерке. Тобыңа қандай формула түсті? В табу формуласы. Ненің формуласы? Бұл геометриялық прогрессияның n мүшесін табу формуласы. Жатқан деміз ба? Иә. Бұл b және q-дің n-1 дәрежесі. Дұрыс па? b1 көбейтілген q-дің n-1 дәрежесі. Дұрыс қоя, балалар? Балалар тыңдап отырамыз. Формуланы. Жақсы. Екінші топ сіздерге қандай формула түсті? Бізге SN-ді табудың формуласы түсті. SN-дің формуласы A1 қосылған AR бөлінген 2 көбейтілген L. Бұл бізде арифметикалық прогрессияның формуласы. Қосындысының формуласы. Жақсы. Дұрыс қоя, балалар? Үшінші топқа қандай формула түсті? Геометриялық прогрессияның n мүшесінің қосындысын табу, яғни SN тең бірінші мүшенің көбейтіндісі 1 минус qn және бөлінісі 1 минус q. 1 минус q-дің n дәрежесі. Дұрыс па, балалар? Жақсы, отыра ғой. Төртінші топқа қандай формула түсті сіздерге? Топ басшысы Алихан? Бұл арифметикалық прогрессия, яғни n формуласын A1 қосылған d және n-1 ағайдың формуласы. Арифметикалық прогрессияның n мүшесінің формуласы бірінші мүшеге қосамын айырып көбейтілген n-1-ді. Дұрыс па, балалар? Формула дұрыс шықты да? Жарайды, жақсы. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Күннің жадын жазамыз, дәптерімізді ашамыз, күннің жадын жазамыз. Сабақтың тақырыбы арифметикалық прогрессия мен геометриялық прогрессияларға есептер шығару. Жазамыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты арифметикалық прогрессиялардың n мүшесін, алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану.
Екінші мақсатымыз геометриялық прогрессиялардың n-ші мүшесін алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Үшінші оқу мақсатымыз арифметикалық және геометриялық прогрессияларға есептер шығару. Соларға байланысты есептер шығару. Бүгінгі сабағымызда балалар, мен миға байланысты алып отырмын. Яғни ми деп отқанымыз біздің ойлау, сезіну, түйсігіміз ғой, балалар барлығын миға қондырамыз да. Сондықтан бүгін мида мына 6 бөлікті алдық. Ми 6 бөліктен тұрады. Көріпсіңдер ме балалар? Бірінші самай бөлігі, яғни ес, түйсіну, тіл. Бұл жерде балалар әр топта қазір есептер беріледі. Сол бойынша біз бүгін мидың қандай жұмыс жасайтынын, қандай ми екенін, бүгін миымыз қандай екенін бүгінгі сабақтан үйреніп шығамыз. Бірінші самай бөлігі. Өткенді қайталауға арналған хохот ойын ойнаймыз балалар. Ол үшін смартфонымызды ашамыз, ұялы телефонымызды ашамыз. Тіркелеміз. Мына парольмен тіркелеміз. Пикотпен тіркелеміз. Фариза, Гүлфайру, Камила, Назерке. Тіркелеміз бәріміз. 20 оқушы тіркелеміз деміз. Ұтып бағалар. Арифметикалық прогрессияда А5 25-ке тең, Д -5 болса А1-ді тап. Келесі турымыз маңдай бөлігі деп аталады. Әр топқа 2 есеп береді. 2 есеп топ болып шығарасыңдар. 1 есеп 10 ұпайдан. Мына есеп. Бірінші топқа бірінші есеп, екінші топқа екінші есеп, үшінші топқа үшінші есеп, төртінші топқа төртінші есеп. Бірінші топта 0,5. Тотыға 10 ұпай қоясың. Сосын сенде шықты ма? Кім шығарды, соған 10 ұпай қоясыңдар. Сенде неше шықты? Сенде неше шықты? Сенде неше шықты? Үшінші топ неше шықты? Дұрыс, кім шығарды? Шығарғандарға 10 ұпай қоясыңдар. Топ басшысы кім етші? Фариза 10 ұпай. Сендерде? Жақсы, тексереміз. Арифметикалық прогрессияға байланысты. А2 мен А3-ті табу керек. Бірінші мүше белгілі, төртінші мүше белгілі, екінші және үшінші мүшелерді табу керек. 5 мүше берілген. 2, 3, 4 мүшелерді табу керек. Табамыз, есепті шығарамыз. Бірінші топ болыңдар ма? Бірінші топ кім бізде? Неше шықты? Олжас айтамын. A2, D символы 5-5, A2 7-5, A5,15, A2 7-5, A3 13, A4 18. 18,15. Дұрыс. Кім шығарды осылай қылып? Топ сені шықпай ма солай? Бастапқы жақ. Жартылай шығарсаңдар 5 ұпай, толық шығарған Олжасқа 10 ұпай қояды.
Сен екінші топ. Айтам, ажан тұрып айта ғой. А2. A4. Дұрыс. Кім шарты? Бәрінде солай ма? Жақсы, үшінші топ, төртінші топ сендер шықты ма? Дұрыс, кімде шықты осылай? Шыққан оқушыларға 10 ұпай ғой. Ми қыртысы дегенде. Сендерде үшінші топ. Дұрыс. A2 дейтін 3,5, A3 5, A4 6. Кім шатсың? Бәріміз. Жақсы, 10 ұпайдан ғой. Дұрыс, молодец. Сонда балалар арифметикалық прогрессия түсіндік, Келесі есебімізде геометриялық прогрессияға байланысты әр топқа бір есептен беремін. Бір есеп 10 ұпайдан қойып отырасында бірінші мүшесі бар, екінші мүшесі белгісіз, үшінші мүшесі белгісіз, төртінші мүшесі бар. Яғни B2 мен B3 мүшені табамыз. B4 тең болады, B1 кубикінің кубик 3 дәрежесі. Бір жағында. Ал B2 1,8, B3 2,7. Дұрыс, молодец. Кім шарт? Барлығы шартта үшеумізде. Тақта шарат. Үшті табу керек, және де Q-ді. Біз бұл формаға B4-ның формуласына саламыз, яғни B1 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі. Егер де сандарды орнына қойсақ, 0,5 тең болады 1,2 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі. Мұнан есептеген кезде 8-ден 1 шығады. Ол Q-дің 3 дәрежесі, яғни 2-де 1-дің 3 дәрежесі. Ол 0,115. 0,15. B2-ні табу үшін B1 көбейтілген Q. Яғни бастапқы бірінші мүшені манағы Q-ге көбейткенде 0,6 шығады. Ал B3 тең болады B1 көбейтілген Q-дің 2 дәрежесі. Сол кезде орындан қойған кезде 0,3 шығады. B және B4 мүшелер, және бізге табу керек B2 және B3 мүшелерді. Бізде формула бойынша B4-іміз B1 және Q-дің 3 дәрежесіне тең. Соғыстан Q-дің 3 дәрежесі B4 бөлінген B1 деген формулаға шығады. Q-дің 3 дәрежесі бізде бар ма мандері қойсақ 3,375 деген санға тең. Яғни Q-іміз тең 1,5. Енді B2-ның формуласы B3 тең болады B2 көбейтілген Q. Оның мандерін қойсақ 2,7 болады. Дұрыс па балалар? Дұрыс қой, жақсы отырамын. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі берілген 1,2, сосын соның төртінші мүшесі берілген. Ол 9,6. Бізге бірінші есебін табу керек. Соның берілген формуласы B тең B1 көбейтілген Q-дің n азайтылған бір дәрежесі. Соны орнына қоямыз. 9,6 тең 1,2-ның Q-дің 3 дәрежесі. Оны бөлшекке аудардым. Сосын Q-дің 3 дәрежесі 8-ге шықты. Соны дәрежесіне ауыстырғанда Q 2-ге тең болды. Сосын әрі қарай келесі мүшелерін табам. B2-де бірінші мүшесін есепке көбейтемін. Ол 2,4-ге тең. Сосын B3-ті табу үшін де солай істеймін, формулаға қоямын. B3-тен 1,2-ны көбейтемін, 2,2 дәрежесі тең 4,8. Жақсы. Келесі үшінші турымыз балалар. Үшінші есебіміз, қалада үшінші есеп жағы. Арифметикалық барлық топқа бір есеп беремін. 20 ұпайға бағаладар. Кім шығарады әр топтан сол оқушылар тақта ашады. Бірінші шығарған адам тақта ашады. Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі. Яғни A2 ол 1,5-ге тең, ал 8-ші мүшесі 10,5-ге тең. Осы прогрессияның 10-ші мүшесінің қосындысын табыңдар. Кеттік. Әркім өзі дәптерге жазады. Әр оқушы өзі дәптерін жазады.
Iya. Kел. Кім шарт? Кел, Назерке, кел. Бірінші Назерке. Сенде де шықты ма? Бізде есепте А2 және А8 берілген, және табуға S10-ны тап деген. Және арифметикалық мүшенің S10-шы мүшесі қосылсын. Формула бойынша бізде А8 тең А2 көбейтілген 6-ды. Осыдан 6-дан тауып алсақ, А8 минус А2. Осы формула арқылы біз D-ны табамыз мәселе ғой. Ол тең 1,5-ке. Формула бойынша бізге А1 және А10 керек. Сондықтан біз А1-ді А2 минус D деген формула арқылы табамыз. Ол бізде 0-ге тең болды. А10 бізде белгілі А8-бен 2D. Ол 13-те 5-ге тең. Енді осы формула қойып шығарсақ, мінінде 67-те 5 деген сан шықты. 67 дейді, онда дұрыс па болады? Дұрыс, жақсы, отыра ғой. Назерке, рахмет. Келесі, балалар сәті. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Енді бәріміз орнымыздан тұрамыз. Алдарыңдар бір-біріне қарап тұрасыңдар. Бір-біріне қарап тұрыңдар. Жаңа өздеріңнің топтарындағы формула бар ғой. Соны бүйтесіңдер. Мысалы А-N-ші. А-N-нің формуласы бар сендерде? А-N-нің формуласын мына мұрынның ұшымен, мұрынның ұшын карандаш деп ойлайсыңдар да, карандаш қылып саласыңдар бүйтіп. А-ның N тең болады деп мұрынмен саласыңдар алып. Бір-бірге қарап. Ауызбен айтпаймыз, мұрынмен саламыз. Басты қозғалтып, мұрынмен саламыз. Минус 1. Төбе бөлігі әр топқа бір есеп беріледі. Бір есеп 20 ұпайдан. Геометриялық прогрессияға байланысты. Осы есепті шығарған бірінші оқушы тақтап жазады. Түркия бұрын таңдаймыз, ә? Міне берді. Жақсы, ұпайларды кім шығарды, ұпайларды қойып отыр. Ұпайды қойып, 20 ұпайды қойып. Ұпайды қойып, 20 ұпайды қойып. Камила, бала тақтараймыз. Дұрыс қой, ә? Дұрыс па? Ламбекенікі? Жақсы тұрады. Енді келесі бөліміміз жетке бөлігі деп аталады, сәйкестендіру. Яғни формула берем алдарыңызға. Формулаларды қайсына сәйкес келеді, соған сәйкестендіресіздер. Енді міне 10 формула тұр. Сіздердің қолдарыңызға таратамын қағаздарын. Соны өздеріңіз сәйкестендіресіңдер. Сәйкестендіру түсінеміз ғой, балалар? Біреу атып кеткен балалар біреуге. Абай бізде артық біреу. Сәйкестендіреміз. 10 формуланы сәйкестендіреміз. Тездетеміз. Әр топтан асыраймын формулады жаққа білуіміз керек балалар. Болды ма?
Енді қоямыз балалар, болсақ қоямыз. Болсақ қоямыз. Тақта қараймыз. Болды па? Болсақ тақта қараймыз. Енді сәйкестендірген етеміз балалар, алдымыздағы нені бір-бірімізде алмастырамыз. Мысалы, Олжас кімге береді, Нұрасылға береді, Нұрасыл Алиханға істейміз. Жаңа орындаған тапсырмаларыңды алмастырыңдар. Бір-бірімізді тексереміз. Ал тақтамен қараймыз балалар. Тақтамен қараймыз, тақтамен сәйкес дұрыс келіп тұр ма? Плюс минусын қойыңдар. Сосын ана жердегі жаңа желке бөлігі деген бар ғой, графа, сол жерге барып топ басшылары ұпай санын қоясыздар. Әр оқушының ұпай санын қоясыздар. Қойдық па? Тездетеміз. Болды па? Неше пай екенін жазыңдар. Дұрыс па? Кімде қате шықты? Бәрінде дұрыс болды ма? Жас, айтайықшы сонда. А8-дің формуласы қай жерге кетті? Қол көтеріп айтайық. А2 қосылған 6 дұрыс па? А10-ның формуласы? Қол көтеріп айтайық. Жақсы, дұрыс. А12 минус 2 дұрыс па? Қол көтеріп айтайық. Жазира, А-нші формула қайсысына келтірдің? Бізде АН минус 1 көбейту АН 1 Бөлінген 2. Мына жердегі А-н де бар ғой, оның формуласы қайсы? А1 плюс Д көбейту S16 қай жерге келеді? A1 қосылған А16 бөлінген 2 бөлінген дұрыс па? Дұрыс. Сосын бір жеті қай жерге қалды? B2 көбейту Келесі БН. БН қайда барды? Осылай ма? Келесі SN. SN қайда барды? Дұрыс па? N-1 дәрежесі бөлінген Q минус 1. Дұрыс па? S20-шы. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі B12 неге тең? Айында айттық, дұрыс. Сонда балалар формуланы, оқушылар сонда түсіндік қой да, формуланы жаттамай, ереже жатталмай, еш қашан есеп шықпайды. Сондықтан жаттаймыз формуларды міндетті түрде. Келістік қой да балалар? Жақсы, келесі кезеңге өтеміз. Тобын қараңдар. Дұрыс па? Жақсы. Ары қарай. Болды па балалар? Ұпайларды қойыңдар. Осы бөлімге ұпайларды қойыңдар. Енді үйге тапсырма. 16-та 14, 16-та 15 жазаламыз. Жазып аламыз. Келесі. Бағалау критерийі балалар. Бағалау критерийі. Ана жерден бағасын шығарыңдар. Общий ұпай санын шығарыңдар. Қосыңдар. Тездетіп. Топ басшылары ұпай санын шығарайыз. Бірінші топ басшысы тұрағы. Екінші топ дайынсыңдар ма? Үшінші топ бәрін санап қосып, ең соңғы общий ұпай санын шығарыңдар. Төртінші топ дайынсыңдар ма? Енді бетен балалар, топ басшысы тұрады да, ең үлкен, ең көп ұпай алған екі оқушыны шығарасың. Балалар, ұпай санын қойып боласыздар ғой. Ұпай санын қойып болғаннан кейін уже бағасын шығарасыңдар оқушылардың. 0 ұпай мен 45 ұпайдың арасы 2-лік баға, 45 пен 65 ұпайдың арасы 3 деген баға, 65 пен 85 ұпайдың арасы 4 деген, 85 ұпай мен 100 ұпайдың арасы 5 алды деген сөз. Енді ары қарай
Қойдық па балалар? Қойсақ, келесі бағалау кезеңі. Қараймыз тақтаға балалар. Цифрлы банкі әдісі дегенмен бағалаймыз. Мен сіздердің алдарыңызға 3 банкіні дайындап алып келдім. Қызыл, көк, сары банкі. Сіздердің алдарыңызда стикерлер жатыр да, сол стикерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Несімен ұнады? Қызықты болды ма? Ұнамады ма? Сабаққа түсіндіңдер ма, түсінбедіңдер ма? Өздеріңнің мнениелеріңді жазасыңдар да. Егер де сабақ ұнады десеңдер, қызыл банкіге әкеліп саласыңдар стикерлеріңді. Егер орташа ұнаса, сабаққа жартылай түсінсеңдер, көк банкіге саласыңдар. Ал сабақ мүлдем түсінбесеңдер сабаққа, онда сары банкіге әкеліп стикерлерін саласыңдар. Енді мынаған қараймыз балалар. Сары ол сабақ ұнамады деген сөз. Сарының ішінде ешқандай смайлинг жоқ. Значит, сабақ ұнады деген сөз. Солай ма? Бәрімізге ұнады ма сабақ? Сабақ қызықты өтті ма? Ал енді көктің ішінде 3 оқушынікі бар екен, яғни 3 оқушы орташа түсінді дегенде. Сонда мақсатымызға 3 оқушымыз жетпеді деген сөз. Орташа жетті. Ал қызылда қалған оқушылардың бәрі қызылға салыпты. Сабақ түсінікті болды ма сонда балалар? Болды. Енді мана сабағымыздың басында ми қыртысы деп алды. Бүгінгі сабағымызға сонда миымызға әр топтан 2 оқушы тақтаға шығамыз. Әр топтан 2 оқушы тақтаға шығамыз. 2 оқушы. Әр топтан 2 оқушы. Шығын 2 оқушы шығыш кет. 2 оқушы тақтаға шығамыз. Бірінші топтан 2 оқушы шығып. Жақсы ұпай алған 2 оқушы. Ана басындағы алған миымыз бар ғой, да? Миымыз, бері қараң балалар. Осы мидың үстінде әріптер жазылып тұр. Сол әріптерден сөз құрастырыңдар. Алыңдар. Сіздер қандай сөз құрастырыңдар? Ақылды ми деген сөз шықты да? Яғни біздің миымыз қандай екен? Ақылды. Біз ақылды болып өсуіміз керек та? Миымызға барлығы тоқуымыз керек, солай ма? Енді балалар, формулаларды жаттаймыз. Үйден жаттаймыз. Формуланы жаттамасақ есеп шықпайды. Сонымен сабақ түсінікті болды ғой да балалар? Болды. Ұпайларыңды маған бере қойыңдар. Қазір нелеріңді, бағаларыңды қоямын. Рахмет, бүгінгі сабақты жақсы атсалысып өткізгендеріңізге көп рахмет. Үй тапсырмасын жазып алып, үйден үй тапсырмасын қарап келесіңдер. Сіздерге көп рахмет.